Assalamualaikum. Енді мен папасы блогер болып кеткен деп дайындалып жатсам амандасып сәлем достар. Хотя шутки возьмели, хотя красотки говорили. Мен бол деген кейін асығып жүріп үйдім. Таңғы базарға бара жатырмыз біз. Әкесі екеуміз балаларға кукуруз алуға, помидор, апельсин не бар екенін көріп келеміз. Таңғы базар дегенде бізде зеленый базар бар. Соның жанында көшеге шығарып овощной не керек бәрін сатады. Таңертең ерте. Біз қазір 5:30 болды ма сағат? 6 болды, 23 кетті. Ал кеттік, менімен бірге болыңыздар, базарға барамыз. Ал достар, ойбай, біз жақындадық. Мынау Рахат фабрикасы, печенье, түрлі шоколадтар, конфеттер шығаратын осы Рахат фабрикасы. Осының жанында мына осы жерде қазір таңғы базар болып жатыр. Қазір түсіп алайық біз. Мен түсіп кетіп барып аралай берейін, Бізге қазір кукуруз керек. 100 теңгеден дейді. Не дают, да? Дают, но только через скоро, через... Какой-то фиксируешь, да, нам? Мына жақта арзан екен ғой помидор. Помидорды 300-ден 350-ден алып жүрміз. Бұл жақта 100 теңге дейді. Қазір қайтып бара жатқан кезде аламыз. Бізге главный кукуруз керек балаларға. Кукуруз алып алайық, одан кейін помидор, огурцы, картошка, сондай аламыз. Қауындар штугы 500 теңге деп тұр. Мынандай варенье жауып алған. Мынандай персик ұнайды. Осыны алып жүріп. 600 теңге тұрар екен. Қазір осы жерге келіп персик аламыз. Клубника қаншадан? 2000 килограмм. 2000 теңге дейді клубниканы. Сара, ашқа барғам. Персик. А можно пакетик маленький? Қазір енді банк жабуға помидорлар арзандапты. Бірақ мен биыл көп банкі жаппайын, жылдап көп жабатын. Биыл енді былтырғыдан қалғандар тұр. Мынандай огурцы алып жабу керек, 350 дейді. Таңғы базарға обзор сіздерге. Алматыда тұрсаңыздар, сізге келіңіздер. Шишмектар жан екен. Бұрын бізде көбінде неге барып алатынбыз. Жұмыртқа алып кетейін, мына жерден домашний жұмыртқалар болады. Одан кейін кукуруз нешеден? 70-тен кукуруз, высший кукуруз. Бір мешок алсақ қанша бересіз? Бір мешок алсақ? 3,5 қаласыз? 3,5 мың. Кесін. Бәрі осындай мұны, еш жаманы жоқ. Бұл басқа сорт қой, бұл неге емесі? Простой емес, банжел, қымбат. Қазір жолдасым кесін. Қазір келем. Көп тұр екен. Бір мешок алып кетуге көшірдім. Балалар жақсы көреді осыны. 3,5 мың дейді, бұл нормально. Арзандап тұр. Бұрындары 7 мыңға сондай
Pul meshog'ini shunday olатын ек. Нормально. Қазір көреміз, мүмкін екі мешок аламыз да. Кукуруз нешеден? 100 дейді. Кукуруз нешеден? Кукуруз көп екен онда жақта. Жаңа 70 деген нормально, соны ала берем. Ар жағына бармай ақ қояйын. Көше ғой, қазір 9-ға дейін тұрады осы көшеде. Содан кейін 9-да уже жиналады ғой. Мына жерде киімге дейін шығады депті. Бұрын тек продукты болатын. Арбуздардың ұштуы 500 теңге болып қапты. Көп араламай ақ қояйын. Болды, бітті ғой, почти ар жағында жоқ. Мен жаңағы жерден барып бір мешок кукурузды ала салайық. Ал достар, біз алып болдық, үйге қайтып бара жатырмыз. Негізі асықпай жүріп алсаң бәрін аласың. Біз асығып не алғанымызды білмейміз. Алдымызда не шықты, соның бәрін ала бердік. Главное, кукурузды алып қайтып бара жатырмыз. Себебі әкесі қазір жұмысқа бару керек. Сол үшін асығып тез ала салдық. Қазір үйге барған соң көрсетем не алғанымызды. Келді үйге, осындай бір мешок кукуруз алдық. Картошка, помидор, мынада не еді? Бұда пиясабыз, персик. Оны көп жемейді ешкім. Оны мен ғана жеймін. Әжесі жейтін жер, инабат жейді, жесем. Қаймақ, творог, май. Осындай сосиска, мына. Осындай детский сосиска. Колбаса. Сыр. Мынандай екен жүр. Сметанковый дейді ғой. Осыны алдық. Үйде бәрі ұйықтап жатыр, әлі тұрған жоқ. Сағат 7 болып қалды. Балаларды қазір ой тұрмайды, енді бүгін суыта ғой. Сенбі, бүгін демалыс, ұйықтайды. Ал мен барып таңғы шайымды ішіп, жұмыстарымды жасай берейін. Ал достар, үйге кірді, мен бәрі ұйықтап жатыр. Бір жарты сағаттай отырдым. Чай іштім. Бірінші Асылхан тұрды, оның витаминін бердім. Асылхан витаминін ішіп алып, ол жатыр телефон көріп. Одан кейін Дәулет тұрды. Таңғы асқа сосиска жеймін дейді. Мен қазір осы сосисканы пісіріп беремін. Одан кейін кукуруз пісіреміз. Осындай детский сосиска. Мынаны пісірем. Ана бізден бала көп болған кейін сосисканы екеуден береміз ғой. Бұл жерде 16 ма сондай әжесі бар. Мен көп жей бермеймін бұндай сосисканы. Балалар жақсы көреді. Мынау ертеңге 2 бөліп пісірсем арылымға жетеді. Сол достар, ал сосиска дайындап берейін балаларға. Ал қазір 10 килограмм алғам, жөті аз сияқты 10 килограмм ұқсамайды. Жарты мешок еді, жаңа мынаған салғанда азыр қылдым. Осылай баняға суы қойып қоям, кешке дейін тұрады, кешке де аламын. Болды, үйге кіреміз ғой, түсір. Келдік қой үйге. Ал достар, бүгін 1 сентябрь, Рахман 1 сыныпқа барды. Түсірейін да дұрыстап. Ойбай. Аржандар келіп апты уже. Мынау Асылхан. Қазір магазинге кіріп мороженое алып аламыз. Мороженое алып келдік. Қандай аласыңдар? Рахмат, танысыш. Достар, осындай клубника алды Асылхан.
Дәулеттен насихатта клубника алды. Клубника елдесі облысында Рахман бомба алды. қазір иногда екеуміз таңдаймыз. Достар, біз Ахмет екеуміз осы мороженое аламыз. Достар, біз Ахмет екеуміз мынандай алдық. Әжесі екен қалмай осындай алды. Рахман не алды? Бомба алды, е? Осындай болды. Ал қалғандары үшеуі клубника алды. Мынандай. Мәні тұрасың. Мына жақта қол күрес болып жатыр. Тиген жоқ. Мына жер тиген жоқ. Тиген жоқ. Батуш, көтер, қолын көтер, давай. Батуш, давай, көтер, давай. Санжар деп айқайласам да. Санжар десеңдерші біреу. Давай. Батуш, давай. Келін айтсын да. Осы істеп тұрмын да қане осылай аттау көтер салады ғой. Ой. Күрестеші енді. Бар, қол күрес енді. Тұр былай. Және кім жеңді? Ондай да бола ма? Батуш, давай, бас. Батуш, давай, бас. Батуш, бас. Батуш, көтер, давай. Санжара, көрпеше қойып ал қолың астына. Бас. Батуш, бас. Келші. Давай, Батуш, ұтып кетесің, давай, бол, давай. Сен он жапшы. Батуш, давай, бас. Эй, Батуш, көтер, давай, бас. Батуштың басын невозможно. Батуштың тәтесі. Батушқа валишек жатыр. Мына жақта Санжар деп айқайласаңдаршы. Батуш, Мен автормын. Батуш, давай. Батуш, көтер. Қолың астына. Кім жеңгенін? Түрімді көріп тұрсың ғой сен. Бұл башты қосатын болса эмоциясы шығып кетеді. Батуш, эмоцияңды. тиген жоқ. Батуш, көтер. Мощный ғой слишком. Көтер. Сен эмоция шығып жатыр ғой. Батуш, көтер, давай. Қолын күреуге болмайды. Или қол ұстағандар. Давай. Кішкене шықты эмоция. Братандар, болса кішіден көрсетіңдер. Жігіт болсаңдар. Давай. Жігіт болсаңдар көрсетіңдер. Мына біздің көшенің жігіттері. Мына біздің авторымыз Болсаңдар енді серікпен кім енді? Жоқ, наймады деп мына екеуі көрсінші. Давай. Ертең аяқтайтын сияқты ғой. Мына түрлері. Ал достар, қазір Батуш пен Санжар қазір қол күрестіріп жатыр. Көреміз қазір кім қол күресуден кім жеңеді. Бірақ әлі олар жеңген жоқ, әлі күресіп жатыр. Ал достар, біз кеше 1 сентябрьде түсіріп үлгермедік. Түсіре алмадық вообще. Өйткені телефон Ахметте болды. Инабат екеуі ерте кетіп қалды. Біз әкесі, Асылхан, Рахман, Дәулет, бесеуміз бардық. Бірақ менде телефон болған жоқ. Өзім телефоныма түсірдім, бірақтан качествосы өте нашар болды. Тек қана шорттыстар ғана түсіріп келдім. Білім күні құтты болсын, жаңа оқу жылы құтты болсын, оқуда озат болыңдар, зейіндерің ашылсын. Иә балам? Иә. Осы күнге де шүкір. Бірге ойнаңдар. Бірге оқыңдар, төбелеспеңдер. Осы оқу жылына жеткенімізге де Құдайға шүкір. Жазда жақсы демалдық. Бірақ Шымкентке әлі бара алмадық. Қашан баратынымыз әлі белгісіз. Бірақ жаз бойы біз Қапшағайда демалдық, шомылдық, адуши шомылдық қой. Ал достар, осымен видеомызды аяқтаймыз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.